Қайырлы күн баршаңызға. 4 сынып математика 122 сабақ қорытындылау деген тақырыпты бүгін сіздерге түсіндіретін боламын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші есебімізде тапсырманы орында деген Қазақстанның қызыл кітабына қанша жануар енгізілгені туралы мәліметтерге қара, пайыздарды бөлшек түрінде жаз деп сіздерге көрсеткен екен. Сүтқоректілер қанша, құстар қанша, балықтардың пайыздарын сіздерге міне жазып көрсетемін. 22% сүтқоректілер, 8% құстар, 15% балықтар болып сіздерге жазып ұсынып отырмын. Екінші есепте жұптық жұмысқа берілген екен. Тапсырманы орында деген А және Ә бөліктерінен тұрады екен есеп. Міне сіздерге есепті ұсындым. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Егер де есептер ұнап жатса, комментарийға пікір қалдырсаңыз да болады. Үшінші есепте есептерді шығар деген А және Ә бөліктерден тұрады екен. Бұл есебімізде өзіндік жұмыс болып табылады екен. Міне сіздерге ұсынып отырмын. Формулаларында жазып қойдым. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Төртінші есебімізде есепті шығар депті. Бұл жұптық жұмыс екен. Саяхатқа неше оқушылар тобы қатысқан туралы сіздерге жазуымыз керек екен. Барлығы 36 топ екен. Студенттер тобы 9-ның 2 бөлігі, оқушылар тобы белгісіз екен. Міне саяхатқа 28 оқушылар тобы қатысқан туралы есеп шығарылды. Бесінші есепте деген екен. Бұл есеп сіздерге қиындыққа тудырмайды, себебі бұл есепті әрдайым шығарып жүрсіздер. Міне сіздерге шығарып көрсеттім. Бірінші есебіміздің жауабы 140-15, екінші есебіміздің жауабы 300-144 болып табылды. Алтыншы есебімізде математика күнделікті өмірде дейді, есепті шығар дейді. 1 тонна сүттен 83 килограмм ірімшік алынады. 996 килограммнан қанша ірімшік алынатынын жазылу керек. 996-ны 83-ке бөлеміз. Тек тең 12 тонна сүт алынатынын сіздерге көрсетіп отырмын. Жетінші есепте сен зерттеушісің, ойлан және жауап бер деген екен. Хайуанаттар бағындағы бунақденелер бөлімінде 8 қоңыз бен өрмекші бар. Олардың барлығында 54 аяқ бар. Егер қоңыздың 6 аяғы, өрмекшінің 8 аяғы болса, бөлімде әрқайсысының қанша бунақденелі бар дейді. Міне сіздерге осылай етіп есепті теңдеу түрінде шығарып ұсынып отырмын. Жауабы 3 өрмекші және 5 қоңыз бар екенін дәлелденіп көрсетіліп тұр. Сегізінші есеп сіздерге үй тапсырмасы ретінде беріледі. Есепті шығар деген. Бұл есепте барлығы қанша килограмм көкөніс жиналған туралы табуымыз керек екен. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне, бірінші бригада онда 7 тонна, екінші бригада белгісіз болып, барлығы 1100 килограмм көкөніс жиналған туралы есепті шығар.